Сәлем достар. Бүгін біз сіздермен өте дәмді, тойымды, шайға тіске басар ретінде дастарханға қоюға болатын қазақтың ұлттық тағамы қызыл ірімшік дайындайтын боламыз. Ірімшіктің құрамында адам ағзасының қызметі үшін маңызды микро және макро элементтердің барлығы бар. Ең алдымен ыдысымызға сүтімізді құямыз. Менде 5 литр сиыр сүті. Сүтімізді жиі араластырып тұрамыз. Сүттің бетіне қаймағы шыға бастағанда 2 литр қатық немесе айранымызды айналдыра құямыз. Көпшілігі айран құйғаннан кейін сүтті араластырады. Мен мүлдем араластырмауға кеңес беремін. Сүт өзі бірігіп іриді. Араластырсаңыз кейін біріктіру керек болады. Бетіне сары суы шыққаннан соң оттың астын баяулатып, бетін жауып 3-4 сағат қайнатамыз. Достар, сіздер ірімшіктің сары суының өте пайдалы екенін білесіздер ме? Ірімшіктің сары суы бет, шаш күтіміне, асқазан, ішек құрылыстарына өте пайдалы. Ірімшіктің сары суына қант және ұн қосып қайнатып, тәтті кәмпит жасауға болатынын естіп пе едіңіз? Сары судың пайдасы туралы видеоның соңында айтатын боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ірімшігіміз 3 сағат қайнағаннан кейін суы тартылып, ірімшігіміз қызара бастайды. Сол кезде қантымызды саламыз. Біз ірімшікті тәтті қылып жегенді жақсы көреміз. Мен 5 литр сүтке 300 грамм қант салдым. Қант салғанда да ірімшігімізді араластырмаймыз. Бетіне суларын құйып, қанттарды ерітеміз. Содан кейін бетін жауып, тағы да 1 сағат қайнатамыз. Міне біздің ірімшігіміз дайын. Бұдан да қып-қызыл қып қайнатсаңыздар болады. Ірімшігіміз бірігіп, әдемі болып шықты. Өзімізге қажетті бөліктерге бөліп, суын сарқып кептіреміз. Егер сіздер көп қабатты үйде тұрсаңыздар, осындай ыдысқа салып, суын сарқысаңыздар болады. Ал егер жеке жер үйде тұрсаңыздар, матадан дорба тігіп, сол дорбаға салып, далаға күнге желге жайсаңыздар болады. Ірімшіктің суы тез және жақсы сарқылуы үшін ірімшіктің бетін тарелкамен жауып, үстіне қатты затты қойып, бір түнге қойып қоямыз. Суы сарқылған ірімшікті табаққа салып, қажетті бөліктерге бөліп, кесіп қоямыз. Ірімшікті осы балғын күйі тоңазытқышта 3-4 күн сақтауға болады. Одан ұзақ сақтасаңыз, арасы көгеріп кетеді. Ірімшікті жұмсақ күйінде ұзақ уақытқа сақтағыңыз келсе, морозильникке салып қоюға кеңес беремін. Сонымен қатар ірімшікті табақта кесілген бойы кептірсеңіз де болады. Кепкен ірімшік құрт сияқты болады. Оны да ұзақ уақытқа сақтауға болады. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Міндетті түрде үйлеріңізде қызыл ірімшікті жасап көріңіздер. Ал сіздерге уәде еткендей, қызыл ірімшіктің сары суының пайдасымен бөлісетін боламын. Ірімшіктен қалған су қант дәмдес қоймалжың болады. Сол қоймалжыңға қант және ұн қосып қайнатамыз. Жай баппен қайнату барысында сары су қоюланып, тәтті ирис тәріздес кәмпитке айналады. Бұл кәмпитті сары су деп атайды. Міне, сүттен бір мезетте 2 ас мәзірін әзірлеуге болады екен. Біріншісі ірімшік, екіншісі сары су. Сүт сары суының құрамында никотин қышқылы, холин, биотин, В тобының барлық витаминдері, А, Е, С дәрумендері және кальций, магний кездеседі. Сүт сары суы ішек жұмыстарын қалпына келтіріп, газ түзілу және шіру үрдістерін баяулатады. Сол себепті оны ас қорыту жолдарының ауруларында емдік мақсатта пайдаланады. Сонымен қатар құрамында В тобы дәрумендері болғандықтан тыныштандырады. Ол ауыр жұмыс күнінен кейін ішсе, жүйке жүйесін жағымды әсер етеді. Егер тамақ алдында ішсеңіз, асқазандағы тұз қышқылын төмендетуге септігін тигізеді. Сиыр сүтіне қарағанда сары су ақуызды ана сүтінің құрамына жақын келеді.
Сондықтан балалар тағамын дайындауда қолданылады. Сондай-ақ артық салмағы бар адамдарға және қартаю үрдісін баяулататын антиоксидант ретінде күнделікті қолдануға ұсыныс береміз. Қатар сүт сарысуының бет күтіміне, шаш күтіміне және де денсаулыққа өзге де пайдаларын білгіңіз келсе, менің сүт сарысуының пайдасы атты видеомды көруді ұсынамын.